We were playing in the sand, and you found a little band. Сәлем достар, сіздермен Бекзат. Менің арнама қош келдіңдер. Менің даусым жақсы естіліп тұр деген ойдамын. Бұл менде жаңа наушник, оның алдында Алматыда алған наушник. Ол сынып қалған болатын. Мен қазір далаға шығып бара жатырмын, себебі бүгін бізде жаңбыр жауды. Неме сырт мынандай спортивка киіп алдым. Өйткені далада кішкене салқынырақ және далада өте күшті ауа райы болып тұр. Бұндай ауа райында далаға шықпау күнә. Ал даладағы ауа райы өте таза. Қазір мен класстасымның үйіне бара жатырмын. Келдім. Класстасымның үйіне келдім. Енді қазір қайтадан үйге кетіп бара жатырмын. Мына жерде бір мысық жатыр. Мен досымның үйіне бардым, енді қазір қайтадан үйге бара жатырмын. Дала қатты ысып кетті. Достар, мен үйге келдім. Ұялы телефон зарядкасы толды. Қазір сағат 8:30 болды. Үйде ешкім жоқ, сондықтан мен қазір кешкі асымды дайындаймын. Оның дәмі қандай болып шығатынын білмеймін. Негізі мен обычно тамақ жасаған кезде дәмі өте жаман болып шығады. Және бүгін мен тырысамын, яғни мен қазір дүкенге бара жатырмын. Паста алуға. Мен интернеттен бір рецепт қарадым, ол дұрыс шығады ма, шықпайды ма, соны бүгін сіздермен бір тексеріп қараймыз. Және сағат 9-да барлығыңыз білетін сериал басталады. Соған дейін үлгеріп пастаны бірге жасаймыз. Мына жерде мынандай керемет люстратор лампочка бар. Мен қазір ақшамды алып келейін. Ақшаны алдық, енді магазинге кеттік. Мен үйдің ішінде кілтті ұмытып кеттім. Және де мен жаңа каналыма видео салдым. Мен жайлы факттер деген мені қалай көлік қағып кеткені жайлы барлық жайлы сендерге айтқан болатын сол видеода. Кім көрмеді көріңіздер. Ұзын вермишель аламын және сок алатын шығармын. Ауа райы өте керемет, нағыз қыдыруға арналған күн. Мен керек заттарды алдым. Аспан өте әдемі болып тұр. Мен негізі көбінесе далада видео түсіруге тырысамын, бірақ кейбір жүрген кезде адамдар маған жеп қарайды сондықтан. Спагеттиге керек заттар. Мынандай укроп. Мен соктың 0,5 түрін алдым, себебі мен көбінесе қазір тәтті жеп жүрген жоқпын. Ең басты зат ол мынандай спагетти. Жуа, помидор, майонез, кетчуп, томат, болгарский перец, кішкене колбаса. Егер сізде ет болса, ет қосыңыздар. Және 2 чеснок. Мынандай кастрюля спагеттиді асуға және оны қуыруға сковородка. Және оның бәрін біз мынандай маймен қуырамыз. Если что, осы майды алыңыздар. Реклама. Осы Забота фирмасы маған $1 миллион берді осыны реклама жасау үшін. Ең алдымен біз мынаны ашып, мынаны жуып, мынаны да жуып, бәрін тазартып, мынаны кесіп, анаған су қойып, ананы дайындап, короче, барлығын көресіздер. Майды құйдық. Мыналарды кесеміз. Мынаған суды құйдық, мынаға майды құйдық. Мыналарды тураймыз да.
Мына спагеттиді жаңағы судың ішіне саламыз. Енді бұл тамақты мен өмірімде бірінші жасап жатырмын. Комментарияға жаман сөздер жазбауларыңызды сұраймын. Бір аккаунттан көрдім осындай тамақ істегенін. Ода жақсы шыққан, бірақ бізде жақсы шыға ма, оны видеоның соңында білетін боламыз. Мынау біздің соусымыз, мен бұған тұз, бұрыш бәрін қостым. Енді мынау қазір қайнағаннан кейін піскеннен кейін оны мынаның ішіне салып, содан кейін қуырамыз. Спагеттиіміз піскен сияқты, енді оның ішінен алып мынаған саламыз. Неке достар, лапшаны болған біз салдық, және мынаның суынан кішкене қосамыз да, сосын бәрін бетін крышкасын жауып күтеміз. Неше минут күтетіміз білмеймін, әйтеуір дайын болғанша күтеміз. Паста дайын болды, оның дәмін қазір көреміз. Ода кішкене сыр және кетчуп, майонез және мынандай манағы алған сок. Дәмі өте керемет болыпты. Мен бұл өмірімдегі ең алғаш тамақ, осындай дәмді болып шыққан. Қазір мен енді телевизор қараймын. Мінеке достар, менің осылайша бір күнім өтті. Осы видеоны монтаждаймын, сосын қазір тағы да бір видео түсіремін. Яғни ол видео линза жайлы болады. Ондай видео болды білемін, бірақ мен жаңа арнама барлығын жаңадан түсіргім келеді. Және де мына жердің освещение жаман, өйткені мана светті қосып қалған кезде лампа атылып кетті. Және қазір магазиндер жабық алып келетін, сондықтан, ол маңызды емес. Қазір сағат 12-ден 10 кетті. Осы видеоны монтаждайым, сосын тағы да бір видео түсірем. Сосын 2 видео дайын болады. Соны кезектесіп салып тұрамын. Және де осы видеоны лайкпен қолдап, астына комментария жазып, колокольчикті басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, және әртүрлі әлеуметтік желілеріме. Осы видео сіздердің ойларыңыздан шықты деген ойдамын. We were playing in the sand, and you found a little band.